Шалқа радиосының тыңдармандары, тікелей толқында сәті түскен сұхбат. Бізде қонақта 91 қазақша айтсақ 91 тобы. Солай ма жігіттер? Иә, сәлем. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Кеше Хан Шатыр ойын-сауық орталығында сіздердің жаңа бейнебаяндарыңыздың тұсаукесері болған екен. Тыңдармандар қалай қабылдады? Тыңдармандар өте керемет, жылы қарсы алды. Бізге өте қатты ұнады, өте көп адам келді осы шоу. Өте жылы, атмосферасы позитивті болды. Бізге қатты ұнады. Тыңдармандарыңыз сөйлейді. Ақырындап. Жақында жаңа ән жинақ шығады деп естідік. Бірінші жинақтан ерекшелігі қандай? Жаңа ән жинағы шығады, бұйыртса жақында ерекшеліктері мүлдем музыкалық бағыт жағынан мүлдем басқаша болады. Мүлдем басқа музыка күтуге болады. Егер бірінші шағын альбомда бізде агрессиялық бір өлең болды, сондағы лирикалық өлеңдер болды, ал қазір кішкене оны ести жаттарсақ кішкене басқа бағытта. Кішкене ортасы, соның не ар жақ емес, не бер жақ емес, өзінің бір мейізі бар. Ішінде бәрі болады, регги де болады, блюз да болады, ішінде босанова болады. Енді оның бәрі жаңағы қазіргі кездің уақытқа сай современный музыкамен жасалынған аранжировка. Қазақтың жігіттері кәрістік топтарына еліктеймін деп өздеріңізді жоғалтып алған жоқсыздар ма? Жоқ. Қай жақтан боласыздар өздеріңізді? Мен туып өскен жерім Үшқұдық қаласы, Өзбекстанда. Мен бірақ сол жақта тудым, Қостанайда өстім. Келесі кім? Эйзи. Негізі мамандықтарыңыз? Негізі мамандығым мен Ресейде оқығам, Челябинск қаласында. Өнер академиясын бітіргем, эстрада жаз бағытында, эстрада жаз вокалы. Сол. Мен Атырау қаласынанмын. Мамандығым теңіз жүргізушісі. Неліктен осы саланы таңдадыңыз? Неліктен әнші болдыңыз? Ойлағам әкем жолын қуам ба деп. Яғни бұл ата-анамның қалауы болған. Үмітін ақтаймын деп ойладым, бірақ өнер жолы тартылып кетті. Мен Ұржар дейтін ауданда туылып өстім. Яғни Семей қаласында туылдым, Ұржар ауданында өстім 17 жасыма дейін. Одан кейін Алматыға келдім оқуға. Алайда өнер жағы тартылып кетті. Мен негізінде тілдер маманы болу керек болған болатынмын. Сол оқуды оқып жүрдім, бірақ өзіме уақыт өте келе қатты қызықсыз бола бастады. Әншілік өнер ұнайды сізге? Иә. Менің есімім Эйс, лақап атымыз, ол менің шын атым Азамат. Туып өскен жерім Алматы облысы, Райымбек ауданы Нарынқол ауылында. Сол бірінші сыныпқа дейін оқып, содан бері Алматыға көшіп келе бере, сол Алматыда тұрып, сол жерде Темірбек Жүргенов атындағы колледжді бітіріп, актер шеберлігі мамандығы бойынша өнер академиясы колледжі сол жерде оқып біттім. Содан кейін міне енді қазір осы 91 тобында. Негізгі есіміңіз Азамат. Өзіңіздің есіміңіз әдемі ғой, Азамат. Келесі біздің топ мүшесі. Ал менің есімім Бала, шын атым Данияр. Шын атым Данияр. Қай жерде өстің? Ақтөбе қаласында туылып өстім, 11 жасыма дейін. Одан кейін Астана қаласына көшіп кеттім. Ата-анам осы жерде тұрып жатыр. Сосын осы проектке келу үшін мен Алматыға көштім. Шамамен жастарыңыз қаншада? Шамамен біз топтай айтсақ, үш баланың жасы 23-те, 22-де, енді 23 болады. Мен 23-темін, қалғаны 20-да, сосын 18-де. 93, 96, 97. Сіздер алып келген кью-поп жанры, сол туралы айтып өтсеңіздер. Жаңағы өзіңіз айта кеттіңіз, Кореяге еліктеу деген сияқты. Біз дәл сол Кореядан жүйесін алған болатынбыз. Негізі поп индустриясы қалай даму керек деген сияқты. Яғни о жақта поп индустрия қатты дамыған, Америкада дамыған, Британияда British pop деген сияқты. Олар көп әртүрлі ағымда таралып кеткен болатын. Алайда бізде әзірге жоқ болды. Яғни осы ТМД елдерінде жоқ негізінде деп айтса болады. Сол кісілерден жүйесін алып,
қалайынан қозғалу керек екенін түсініп, өзіміздің кішкене ерекшеліктерді қосып, Қазақстанда осыны дамытқымыз келіп кей-попты аштық. Ринат Зайытовтың сөздерін қаншалықты оң қабылдадыңыздар? Жалпы сынға қалай қарайсыздар? Толықтай оң қабылдадық. Ол кісіні біз негізі баяғыдан сыйлаймыз, ол кісінің жазған өлеңдерін де тыңдап жүрміз. Жақында ғана Жанар Дұғалова сол кісімен бірге Астана Капка әуендерінде бірге шыққан болатынбыз. Сол Ринат ағамыздың өлеңмен айта берсін деген өлеңмен. Сол айта берсін бірге шықсақ, жалпы сынға қарағанда әркімнің өзінің ойын айтатын жеке пікір болады ғой. Жеке пікіріне біз төтеп бере алмаймыз. Яғни бұл жерде нақты кәсіби сын болған жоқ, ал тек қана бет пішін, бейне, сырт, образ, стиль жағынан ғана сөйледі да көпшілік. Сол себептен оны пікір ретінде қабылдау керек деп ойлаймыз. Сын деген басқаша болады. Бір сұхбаттарыңызда Қазақстанда әдемі қыздар жоқ дедіңіздер. Сонда болашақ жарыңыздың қазақ болғанын қаламайсыздар ма? Қазақтың қыздар әдемі емес пе? Бұл жерде мысалға мен қазақ деген. Бұл жерде үлкен қателік негізінде. Себебі ол кезде бізді сұхбатқа шақырған кезде кішкене келіспеушіліктер болып қалды. Яғни монтаж дейтін заттар бар деген сияқты. Біздің арамыздағы ең кішкентай осы бала дейтін бала қатты сөйлеген кезде онша ойын жинақтап үлгермей сөйлейді. Алайда ол өзінің айтқан ойы бұлай болған жоқ болатын. Яғни Қазақстанда әдемі қыздар жоқ деп айтпақшы болған жоқ ол. Яғни Қазақстанның әдемі қыздары көп. Әдемі қыздар жоқ деп ойламаңыздар. Әдемі емес қыздар жоқ деп ойламаңыздар. Жоқ деп айтылып кеткен. Жоқ деп айтылып кетпеген. Жоқ деп айтқызған. Ол жерде дұрыстап видеоны қарайтын болсаңыз, айтпаған ондай сөз. Айтпаған, аузынан шықпаған ондай сөз. Яғни ол ары қаратай не деген айтпаған, кесіп тастаған. Ән жерде видеодан көретін болса бірден көрінеді. Сол үшін бала негізінде біраз қиналып кеткен болады. Депрессияға кіріп. Бізден сол сұхбат алған кісімен кішкене арасымыз дұрыс болмай қалды да, өйткені ол кісі бізді бір наразылықтар туып қалды ол кісімен. Бір басқаша түсіндіріп қазақтың қыздары қалай әдемі емес, біз өзіміз дейтін кезінде қазақтың қыздарымен бірге болдық, жүрдік дегендей сол қазақтың қыздарына арнап өлең шығарып жүрміз. Әйтпесе қазақ тілінде не үшін шығарамыз? Баласысыңдар барлықтары. Қандасым бар қазақ қызы. Ондай саналады ғой. Ендеше дәл қазір сіздердің орындауларыңызда тағы бір ән тыңдасақ қандай? Қайтадан бірге тыңдайық. Саған деген сезімдерімнің өлшемі ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді. Көзіңді жұмасы бір сәтте ештеңеге ойыңды бөлме. Екі жүрек үнсіз қалсын лүпілімен, айырылып қалатындаймын бір күніне. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайталам, сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайталам, сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Қандыма мені сөнген сезімді қайта өзгер, меніме қайта айтпа қиын деп сайтан. Ағы махаббаттар тағы бір жаралар толғайтан. Қашықтық сенден болған сезімдерді қашықты, бірақ күнде күнә мұнда жүрек күмән туды, жүрек ауырады, сені ғашықпын. Білесің бе? Суынған жүректің ызғары өз жүрегіммен жылытамын. Ал сен жанымда бол жай ғана,
Астана уақыты дәл қазір 14 сағат 21 минутты көрсетуде. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халық білмейтін басқа да қандай қырларыңыз бар? Кімде қандай қырлар бар? Сіздердің. Ән айтасыздар, тағы да басқа. Мен 7 жыл домбыра классын бітіргем музыкалық мектепте. Онымен қатар енді музыкалық мектепте қосымша сабақтар болды, ол гитара және фортепиано сабақтар. Енді оларды білем. Енді ол инструменттерді өзім сүйемелдеп қана ойнай аламын да. Келісімде бар. Келісім шарттарыңызда қандай қатал талаптар бар? Сіздер продюсерлеріңіз, орта тобының. Келісім шартта Ерболат Бедерханмен. Келісім шартта ондай қатал бір алып кететіндей ештеңе жоқ. Негізінде бәрі жұмысқа қатысты. Тек қана жұмыс. Тек қана бізден адал жұмыс істеуді сұрайды. Алдағы жоспарларыңыз гастрольдік сапармен Қазақстанның барлық қалаларын аралап шығу жоспарларыңызда бар ма? Енді болашақта болып қалар. Дәл қазір әзірге білмейміз, ол негізі продюсерға қойылатын сұрақ. Ол біздің жоспарлардың бәрін қойып отыратын, орнына бірінен кейін біріне болатын бәрін білетін сол кісі. Ал негізгі жақын болашақта ол біздің келесі күй табақ, үлкен альбом жасау, ішінде 10-12 өлең болады деп үміттенеміз. 3-ші бейнеклип жақын арада болады деп үміттенеміз. Түсіруге дайындалып жүрміз. Тыңдармандарға айтар тілектеріңіз? Барлықтарыңызға тек жақсылық тілейміз. Жүздеріңізден ешқашан күлкі кетпесін. Ешқашан да мұңаймаңыздар. Әрқашан да күліп позитивте жүріңіздер. Біздің тыңдармандар игілзарға үлкен рахмет, және де қолдағандарыңыз үшін де рахмет. Сол себептен тағы бәріміз бүкіл қайтарымыз енді бақытты болыңыздар. Сосын біздің көп тыңдармандарымыз енді жастар болғандықтан сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, университет оқитындар да сіздердің жақсы жағыңыздар. Сол себептен сол айтарым қазір уақыт. Тыңдармандарға айтарым, бәрі де жақсы болсын, өмірде ешқашан мұңаймаңыздар. Ораза ұстап жүргендер болса қабыл болсын. Және де жалпы ешқашан да өмірде жамандық болмасын. Шалқар ұлттық арнасына шақырғандарыңызға рахмет, үлкен тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Жақсы, бізге берген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Рахмет, үлкен. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.